Ғажайып адам. Ертеде бір ғажайып адам болыпты. Ол кедей-кепшіктерге көмектесіп жүріпті. Бір күні ғажайып адам жоқшылықтан жүдеген баланы көреді. Ол баладан: «Балақай, саған не болды?» деп сұрайды. Ешкімнен қайырым көрмеген бала оған: «Сіз маған көмектесе аласыз ба?» дейді мұңайып. «Мен 3 тілегімді орындай аламын», қуанып кеткен бала. «Менің бірінші тілегім халқымның тұрмыс-тіршілігі жақсарып, бейбітшілік орнаса деймін. Екіншісі, ата-анамның еңбекпен еккен егіні қаулап шықсын деген тілек. Ал үшіншісі, сіз сияқты ғажайып адам болсам шіркін» дейді. «Балақай, мен сенің 3 тілегіңді орындаймын, бірақ саған қоятын бір сұрағым бар». «Ол қандай сұрақ?» «Неге мен сияқты ғажайып адам болғың келеді?» «Сіз сияқты адамдарға көмектескім келеді». Ғажайып адам баланың жауабына риза болып, оның 3 тілегін де орындайды. Ал бала ата-анасына, өзіне жақын жүрген барлық адамдарға жақсылық жасап, ол да ғажайып адам атаныпты. Енді балалар, сендерге сұрақ: ғажайып адамның ғажаптығы неде? Сен ғажайып адамды кездестірсең, қандай 3 тілек айтар едің? Ал сен өзің ғажайып адам болғың келе ме? Неліктен?